Сәлем достар, біз бүгін түрлі зерттеулерге сүйене отырып, өмір сүру ұзақтығын әдеуір арттыратын спорт түрлерін анықтадық. Мен сіздің назарыңызға өмірді ұзартатын топ 10 спорт түрін ұсынамын. Бұл рейтингті Копенгаген университеті құрастырған және Дания елдері зерттеген. Жалпы зерттеуге 8.000-нан астам адам қатысқан екен. 10-шы орында өмірді ұзартатын ең жақсы спорт түрі ол гимнастика. Гимнастика өмірді орта есеппен 3 жыл 1 айға ұзартады. Гимнастикада дене шынықтырудың ең қолжетімді және танымал спорт түрлерінің бірі. Үйде, жұмыста, табиғатта, командамен немесе жалғыз жасауға да болады. Ең бастысы гимнастикамен үнемі айналысу қажет. 9-шы орында жүгіру. Жүйелі жүгіру өмірді орта есеппен 3 жыл 2 айға ұзартады. Жүгіру бұл бүкіл дененің бұлшық еттерін, әсіресе төменгі аяқтың бұлшық еттері мен жүрек бұлшық еттерін қатайтады. Таза ауада үнемі жүгіру жүректің жұмысын да жақсартады. Денені оттегімен қанықтыруға, мидың белсенді жұмысына, көңіл күйдің көтеркі болуына да ықпал етеді. Сонымен қатар тұрақты жүгіру салмақты айтарлықтай азайтуға да көмектеседі. 8-ші орында жүзу. Жүзу өмірді 3 жыл 4 айға ұзартады. Жүзу адамның табиғи дағдыларының ішіндегі ең құндыларының бірі. Жүзуші физикалық жағынан дамиды, иммунитетті күшейтеді және қашықтықты еңсеру арқылы өзінің сенімділігімен күреседі. Жүзумен үнемі айналысатын адам жас және эстетикалық жағымды көрінеді. 7-ші орында велосипед. Велосипедпен айналысу өмірді 3 жыл 7 айға ұзартады. Велосипед спорты төзімділікті, дененің өнімділігін арттырады, буындар мен бұлшық еттерді нығайтады. Жеңіл атлетикадағы сияқты велосипедте де негізгі жүктеме аяққа түседі. Сондықтан велосипед спортына жаттығу процесі дененің жұмысын жақсартуға және тірек қимыл аппаратын нығайтуға ықпал етеді. 6-шы орында баскетбол. Баскетбол өмірді 4 жылға ұзартады. Бұл ойын барысында бұлшық еттердің барлық топтарын тартуға мүмкіндік береді. Бұл бұлшық еттердің үйлесімді нығаюына ықпал етеді. Баскетбол вестибулярлық аппараттың нығайтады, қимылдардың үйлестіруін жақсартады, ептілікті дамытады. Осы динамикалық спорт түрімен үнемі айналысу төзімділікті де арттырады, иммундық жүйеге де әсер етеді, дененің қорғанғыш қасиеттерін нығайтады. Адамның тыныс алу аппараттарын жаттықтырады, өкпенің көлемін арттырады және жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысына жағымды әсер етеді. Бұл ойын көзге де пайдалы. Доппен ойыншыларды қадағалау, мұның бәрі көз бұлшық еттерін күшейтеді және перифериялық көруді дамытады. 5-ші орында футбол. Футболмен айналысу өмірді 4 жыл 7 айға ұзартады. Футбол әлемдегі ең танымал спорт түрі. Футбол адамның жалпы денсаулығын жақсартады, иммунитетті нығайтады, жүрек қан тамырлары мен аурулар ықтималдығын азайтады. Жаман холестеринді кетіреді және қан қысымын төмендетеді. Футбол ағзадағы метаболизмді жақсарту үшін пайдалы. Мамандар үнемі футбол ойнау сүйек тітінін нығайтуға көмектеседі және тірек қимыл аппаратын жағымды әсер етеді дейді. Футбол ойнау кезінде қозғалыстар өте алуан түрлі. Бұл дененің барлық бұлшық еттерін нығайтуға мүмкіндік береді. Бұл ойын ептілікті дамытады және қимылдарды үйлестіреді, жақсартады. Футбол бұл артық салмақпен күресуге де жақсы көмекші. 4-ші орында бейсбол. Бейсбол өмір сүру ұзақтығын 4 жыл 8 айға арттырады. Бейсбол әлемдегі ең танымал ойын емес, дегенмен әлемде спорттың көптеген жанкүйерлері бар. Бейсбол ашық алаңдағы спорт ойыны болғандықтан, оның денсаулыққа пайдасы зор. Иммунитетті арттырады және бүкіл денеге қалпына келтіреді. Тыныс алу және жүрек тамырларының жүйесін жаттықтырады. Бейсболмен үнемі айналысу ептілікті дамытады. Бұл ойынды әртүрлі жастағы, түрлі құрылымдағы және әртүрлі деңгейдегі адамдар ойнай алады. 3-ші орында гольф. Гольф өмір сүру ұзақтығын 5 жылдан 4 айға дейін арттырады. Дәстүр бойынша гольф миллионерлер үшін хобби болып саналады. Шындығында бұл пікір тек ішінара негізделген. Бұл спорт қарапайым азаматтар үшін де қолжетімді. Ойын таза ауада өтеді. Бұл денедегі Д дәруменің өндірілуіне ықпал етеді.
бір раундта қатысушылар 350 килокалорияға дейін жағып, 6-дан 8 шақырымға дейін қашықтықты жүріп өтеді. Жасыл көгалдағы жетістіктер мен сәтсіздіктер шынайы өмірдегі құлдырауды еске түсіреді. Осы спортпен айналысу арқылы сіз эмоцияларды басқаруды және қиындықтарды жеңуді үйренесіз. Әр соққының салдарынан талдай отырып, сіз жағдайды бірнеше қадам алға болжай аласыз. Екінші орында бадминтон. Бадминтон өмір сүру ұзақтығын 6 жыл 2 айға арттырады. Бадминтон өте мобильді және қарқынды ойын. Соққылармен алмасудың жоғары жылдамдығын адамнан тез қозғалуды, демек барлық бұлшық еттер топтарын дамытуды және нығайтуды талап етеді. Бадминтон тек физикалық дамумен үйлестіру үшін пайдалы емес, ғалымдар бұл спорттың көру қабілетінде ең үлкен оң әсер ететінді дәлелдеген. Бірінші орында теннис. Осы зерттеуді жүргізген Копенгаген институтының ғалымдарының пікірінше, теннис адамның өмірін 9 жыл 7 айға ұзартады. Үлкен теннис денсаулыққа өте пайдалы. Физикалық жарақат алу ықтималдығы төмен болғандықтан, сіздің денеңіздің денсаулығының жаңа деңгейіне өтуіне кепілдік беретін мүмкіндігі бар. Бұл спорт студенттер мен президенттер арасында танымал ғана емес, сонымен қатар физикалық және психологиялық денсаулыққа өте пайдалы. Үлкен теннис кезінде барлық бұлшық ет топтары қатысады. Бұл әдемі үйлесімді дамыған фигураны да қалыптастыруға мүмкіндік береді. Біз өмірді ұзартатын ең жақсы 10 спорт түрімен таныстық. Видео ұнаса, пікір қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.